Барша сақ болсын. 25 қазан не болады? Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсыларын ұсынамыз. Ендеше біздің жұмысымызды жалғыз қалдырмау үшін видео астына бірден лайк белгісін басып қойып, видеомызды жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Адам көп жиналатын жерлер бақылауға алынады. Республика күні елімізде полиция күшейтілген режимде жұмыс істейді. Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитеті ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспектор Айдын Оразбаев республика күн мерекесінде еліміздің барлық өңірінде қоғамдық тәртіпті бақылау күшейтілетінін мәлімдеді. Министрлік құқық тәртіпті қамтамасыз ету үшін барлық қажетті жасап жатқанын айтты. 24-26 қазан аралығында бүкіл жеке құрамның қызметі күшейтілген режимге ауысады. Әкімдіктермен бірлесіп мәдени іс-шаралар өтетін орындар белгіленді, дейді Айдын Оразбаев. Ішкі істер министрі өкілі қоғамдық тәртіпті бақылау күштері мен құралдар дайын екенін айтты. Оның айтуынша, қоғамдық тәртіпті сақтауға тартылған полиция қызметкерлері мен ұлттық ұлан әскери қызметшілерінің саны 20 мыңға дейін көбейту көзделген. Полиция жасақтары адам көп жиналатын әрі демалатын орындарға жақындатылды. Сонымен қатар бұл орындар жедел бақылау орталықтарының бейнебақылау камералары мен визуалды бақылауға алынады. Басқаларда тезірек хабардар болу үшін видеомызды жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз. Қымбат көрермен, алайда жақсылық тарату оны жасаумен тең екенін ұмытпайық.